Хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Есеп кездесудің 14-ші минутында ашылды. Қарсылас команданың шабуылына дес бере алмаған ойыншылар бірінші таймды 2-0 есебімен аяқтауға мәжбүр болды. Алғашқы 15 минутта құрғақ матч өткізген команда қарсыластарына соңына дейін есе жібермеуге тырысты. Осы және өзгеде қызықтар Сарыағаш аудандық ішкі саясат бөлімі жастар ресурстық орталығының қолдауымен өткізілген әуесқойлар лигасында орын алды. Еріктілер жылына орай ұйымдастырылған лиганың өтуіне мұрындық болған ерікті жас Олжас Бастаров. Толығырақ Айгерім Айтбаеваның сюжетінде. Ауданымыздың ерікті жастары белсенділік танытуын бастап та кетті. Қаламыздағы дене шынықтыру, сауықтыру кешенінде аудан жастары арасында кіші футболдан әуесқойлар лигасы 2020 ойындарының ашылу салтанаты өтті. Лиганы аудан басшысының орынбасары Марат Сейтімбетов ашып, командаларға сәттілік тіледі. Төреші ысқырық шалып, алғашқы матчта басталды. Аудандық лигаға демеушілік көрсетіп жатқан аудандық ішкі саясат бөлімінің жастар ресурстық орталығына алғыс білдіреміз, басшыларына. Және де осы Сарыағаш аудандық спорт бөлімінің нөмір 4-ші балалар мен жасөспірімдер футбол мектебінің директоры Ташполатов Әділ ағамызға алғысымызды білдіреміз. Осы залды спорт кешенімізде дайындап, ойынды өткізуге атсалысып көмек беруде. Лигамыз марттың 20-сына аяқталады. 17 тур болады. Әуесқойлар лигасында барлығы 18 команда бақтарын сынамақ. Наурыз айының соңына дейін жалғасатын чемпионатта 153 матч өтеді. Алғашқы айналымда сынға түскен командалар футболға, жалпы спортқа деген қызығушылықтарының жоғары екендіктерін ойын өрнегімен дәлелдеді. Бірінші матчта әсіресе шабуылдаушылар өз деңгейлерін көрсетті дегенмен, алғашқы матчтың аяқталуына 4 минут қалған сәтте аутсайдер команда ойыншылары қақпаға тамаша соққы жасап, қарсыластар бір гол салып үлгерді. Жалпы есеп 4-1. Біз осы турнир басталғалы бері осы турнирге қатысып келеміз. Біздің командамыз өте жас команда, жастардан құралған. Былтыр жылда осы жастар командасы ретінде қатыстық. Былтыр біз 3-ші орынды алғанбыз. Жарыс деңгейі өте жақсы деңгейде өтіп жатыр. Жарысқа қатысушыларға рахмет айтамын, ұйымдастырушылар құрамына да. Бұл топтағы екінші матчта қызыққа толы болды. Екі команда да шабуылға ширақ түсті. Қарымта шабуыл кезінде жартылай қорғаушылардан пасты тамаша қабылдаған шабуылдаушылар өз командаларына жарқын жеңіс сыйлады. Әуесқой аяқ допшылардың техникасына жанкүйерлер тәнті болды. Өйткені ойыншылар шабуыл кезінде кәсіби футболшыларша дриблинг пен финттерді дер кезінде орындады. Гол. Сонымен есеп 3-2. Жастар құрама командасы бүгін осындай ауданымызда өтіп жатқан үлкен іс-шараға қатысып отырмыз. Жастар осындай салауатты өмір салтын қолдап, келешек ұрпаққа осыны дәріптеп жүреміз деген мақсат бар. Құдай қаласа осы біріншілікте командамызбен жақсы жеңіске жетуге тырысамыз. Саялы Сарыағашта өткізіп жатқан кіші футболдан әуесқойлар турнирінде Қызылжар ауылдық округі бүркіт жастар командасының ойыншысымын. Мен алды мақсат бұның ұйымдастырылған себебі жастарды осы дене шынықтыруға алу мақсатында ұйымдастырылған аудан әкімшілігіне үлкен алғысымды айтамын, және де жастар ресурстық орталығына осы турнир ұйымдастырып басқасында жүрген Олжас бауырымызға үлкен рахметімді айтамын. Және де өзіміздің аға буынымыз жастарға қолдау көрсетіп жатқан Аңдасбаев Жантас ағамызға үлкен рахмет айтамыз. Үшінші кездесудің 13-ші минутында есеп тең болатын десекте жартылай қорғаушылар тарапынан соғылған бір гол ойын тағдырын шешті. Айып алаңы нүктесінен керемет соққы жасаған ойыншы кездесудің нүктесін қойды. Айта кетсек, әуесқойлар лигасы наурыз айының соңына дейін жалғаспақ. Ендеше командаларға сәттілік тілейміз. Айгерім Айтбаева, Айдос Дәулет, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.